Тарих кез келген ұлт үшін аса маңызды, өйткені ол ұлттың сана сезімін оятып рухын көтереді. Халықтың өзінің кім екенін терең түсінуіне мүмкіндік береді, әрі өткендегі қателіктерді қайталамауға жол ашады. Тарихынан айырылған ұлт өзге халықтардың арасында әп-сәтте сіңіп жоғалып кетуі мүмкін. Сол себепті қазақтың ұлттық сана сезімін жойып, халықты өз идеологиясына бағындырып біртіндеп жұтып жіберуді көздеген Кеңес одағы қазақ тарихын барынша бұрмалап, барлық бағыттарда жоюға күш салды. Қазақ тарихы әлемдегі ең көп бұрмаланған, ең қатты өзгертілген тарихтардың бірі екенін көпшілік жақсы біледі. Өкінішке қарай тәуелсіздік алғанымызға қанша жыл өтсе де, бұл жағдай әлі толық түзеле қойған жоқ. Бүгінгі видеода бізге айтылып келген тарихымыздағы негізгі өтіріктер мен қателіктерді әшкерелеп шындығын айтатын боламын. Қазақ тайпалары. Қазақ тайпалары біздің тарихымызда ерекше орын алуы керек. Мен әлбетте күнделікті өмірде тайпалар жайында сөз болғанын және бірі басқасына өз тайпасымен мақтанып жоғары санауына бөлінуіне қарсымын. Бірақ тайпалар тарихымызды түгендеуде өте қажет. Қазақтың көптеген тайпалары өте ежелгі. Олар жайында араб, парсы, қытай, грек деректерінде кездеседі. Соны қолданып біз тарихымызды 2000-3000 жылға ұзартып әлемді мойындата аламыз. Мысалы, үйсіндер. Ұлы жүз қазақтардың басым көпшілігі үйсін ұрпақтары. Геродот үйсіндер жайында Исидон атауымен біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда жазса, қытайлар біздің заманымыздан бұрын 2 ғасырдан бастап жазған. Үйсіндерде мемлекетке тән белгілер болған, олар негізінен Жетісуда мекендеген. Қазіргі ұлы жүз қазақтарда негізінен Жетісуда. Үйсіндердің Ыстықкөл маңында Қызылаңғар деп аталатын астанасы Гунмо титулымен аталған патшасы болған. Қытай деректерінде айтылғандай, үйсіндердің халық саны 630 мың, әскер саны 188.800 адам деп көрсетілген. Бір халықтың нақты мекендейтін аумағы, мекендейтін халқы, оларды қорғайтын әскері, басқаратын патшасы және өзге елдер тарапынан мойындалып елшілік аттандырылуы, кейін жазба деректермен расталуы дамыған мемлекет болғанын білдіріп, оны ешкім жоққа шығара алмайды. Қытайлар үйсіндерді ұзын Го деп атаған. Қытай тілінде Го деген мемлекет деген мағына береді. Яғни Қытайлар үйсіндерді мемлекет ретінде қарастырған. Сондай-ақ Қытай патшасы үйсін патшасына біздің заманымыздан бұрын 107 жылы өз қызын ұзатқан болатын. Сол секілді Сырдария бойы мен Батыс Қазақстанның бір бөлігін басқарған Қаңлы мемлекеті, Алтайдан Дунайға дейін жеткен Қыпшақ хандығы, Орхоннан Ертіске дейін созылған Найман хандығы, Орхоннан Хуанхеге дейін созылған Керей хандығы тарихи шындық. Бұларды айтудағы себеп біздегі ресми тарихта қазақтар ұлт ретінде 15 ғасырдың ортасында Керей мен Жәнібек қазақ хандығын құрғаннан кейін қалыптасты, одан бұрын мемлекеттік бірлік болмады деп айтылады. Мен келтірген мысалдар бұл өтірікті жоққа шығарады. Қазақ тайпалары қазақ хандығы құрылғанға дейін болғаны былай тұрсын, ірі тайпалардың біраз бөлігі мемлекет құра білген. Яғни қазақтар баяғыдан ақ ұлт болып қалыптасып қойған. Егер біздегі ресми тарих қазақ тайпаларын негізге ала отырып тарихымызды ұзартса, қазір өздерін ежелгіміз деп санайтын қырғыздардың өзі жете алмай қалады. Себебі қырғыздар жайында ең алғашқы дерек біздің заманымыздан бұрын 201 жылға тән, ал үйсіндер грек жазбаларында біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда айтылған. Демек, біз ежелгі жазба деректер бойынша қырғыздардан 300 жылға ежелгіміз. Құрметті түлектер, мен Қазақстан тарихы пәні бойынша онлайн сабақ беруді бастадым. Бұл салада менің тәжірибем мол, талаптары жоғары, жекеменшік мектепте сабақ бере отырып көптеген оқушылардың ұбт-дан жоғары нәтиже көрсетуіне ықпал еттім. Қазақстан тарихының математика, физика тәрізді пәндерден айырмашылығы сұрақ жиі ауыспайды. Ешкім ай сайын тарихи зерттеулер жүргізіп жаңа жаңалықтар ашып жатқан жоқ. Сондықтан сұрақтар жылдар бойы түрленіп қайталанып келіп отырады. Ең бастысы, ұбт базасына сәйкес келетін тақырыптарды білу керек. Өкінішке орай көптеген оқушылар ұбт базасына сай келмейтін тақырыптарды оқып, уақытын кетіріп, қажет емес тақырыптарға күш-жігерін босқа жұмсайды. Менің онлайн сабағымда сіздер тек қана ұбт базасына сәйкес келетін нақты тақырыптармен дайындаласыздар. Уақыттарыңызды іш пыстыратын кітаптарды оқуға емес, ең қажетті әрі түсінікті мәліметтерге жұмсайсыздар. Оны мен сіздерге барынша жеңіл әрі жүйелі түрде жеткіземін. Әрбір сабақ жоғары деңгейде өтеді. Мен тек құр сөйлемей, есте жақсы сақталу үшін тақырыптар бойынша сол кезеңді бейнелейтін карталарды және суреттерді көрсете отырып түсіндіремін. Мен үшін әр оқушының толық түсінгені маңызды, сондықтан әр сабақтан кейін әрқайсысымен жеке видеоқоңырау арқылы байланысып, сабақты бірге талдаймын. Бұл жеке кездесулер тегін болады. Осылайша бірде-бір оқушы назардан тыс қалмай нақты нәтижеге қол жеткіземіз. Менің оқушыларыма берген сұрақтар ұбт кезінде 95% келді, сондықтан мен қай бағытта қалай дайындалу керегін білемін. Сіздер де сол бағытта жұмыс істеу арқылы өз мақсаттарыңызға жете аласыздар. Қазақстан тарихы ұбт барлық түлектер үшін міндетті пән болып табылады. Егер сіздер осы жазда Қазақстан тарихын игерсеңіздер, ары қарайғы уақытта тек қайталап қойып, негізгі таңдау пәндеріңізге толықтай зейін қоя аласыздар.
Онлайн сабақтар бойынша 10-11 сынып оқушылары мен төменде қалдырған WhatsApp нөміріме жазсаңыздар болады. Ежелгі қазақтар. Мектептегі тарих пәнінде ежелгі Қазақстан туралы тақырыптар қарастырылады, алайда бұл тақырыптарда көбінесе сақтар, ғұндар, сарматтар және басқа да тайпалар мен халықтар Қазақстан аумағында өмір сүрген деп баяндалады. Бұл тұжырым қате емес, дегенмен басымдық бұл халықтардың ежелгі қазақтардың арғы аталары екеніне мән беріліп, нақты тарихи дәлелдер келтірілуі тиіс. Себебі көптеген оқушылар оларды алыстағы бізге жат халықтар ретінде қабылдайды. Егер біз тақырып бойынша батыс түрік қағанаты туралы сөз қозғасақ, бұл мемлекетте Дулу мен Нушибе тайпалары жетекші рөл атқарғанын және Дулулар Жетісуда мекендеген деп айтқан соң, қазіргі дулаттар да Жетісу өңіріне мекендейді, аттары да ұқсас. Демек, Дулулар қазіргі дулаттардың арғы тегі екенін, тиісінше батыс түрік қағанаты дулаттардың, яғни қазақтардың мемлекеті болғанын да атап өтуіміз қажет. Осы сияқты Қазақстан аумағында мекендеген көптеген көшпенді мемлекеттердің ежелгі қазақтарға тиесілі екенін дәлелдеп, олардың біздің ата-бабаларымыз екенін оқушыларға түсіндіру маңызды. Сонда ғана оқушылардың қызығушылығы артып, бұл мемлекеттерді бөтенсімей, жақын әрі өз тарихы ретінде қабылдайтын болады. Мен оқушыларға сабақ беру барысында олардың басқа тақырыптардан гөрі қазақ хандығы жайында көбірек ынта бөліп қабылдауы жоғары болғанын талай байқағанмын. Себебі олар қазақ хандығын өздеріне қатысты екенін білгендіктен жақсырақ ынта білдіреді. Сол сияқты басқа көшпенді мемлекеттерді де қазақтармен байланысын көрсету керек. Сонда ғана олар өз тарихының терең екенін түсінеді. Адамның мектепте алған білімі оның сол бойынша қалыптасып кетуіне әсер етеді. Егер оған бала кезінде қате білім берілсе, санасы соған уланып, шындықты мойындауы қиын болады. Сол үшін де мен басқа видеоларымда қаншама өтірік тарихты жоққа шығарып, дәлелдер келтірсем де, бірқатар қазақтар оны мойындамай, маған мектепте оқыған, орыстар жазған өтірік тарихты дәлел қылып айтқысы келеді. Қазақ хандары. Біздің ресми тарих қазақтың алғашқы хандарын Жәнібек пен Керей деп қарастырады. Жәнібек жоқ жерден хан бола қалмады. Оның әкесі Барақ Ақ Орда ханы, ал Ақ Орда Қазақстанның ауқымды бөлігін қамтыған мемлекет. Ақ Орда құрамында Қоңырат, Жалайыр, Найман, Үйсін, Арғын секілді қазақты құрған тайпалардың біраз бөлігі болды. Ендеше Ақ Орда мен Қазақ хандығының мемлекет атынан басқа қандай айырмашылығы болды? Ақ Орданың хандары тікелей қазақ хандарының ата-бабасы болса, Ақ Орданы құраған тайпалар қазақтарды құраса, Ақ Орданың орналасқан аумағы қазақ хандығы орналасқан аумақта орналасса, неліктен біз Ақ Орда тарихын өзімізге қосып, қазақ мемлекеті деп қарастырмауымыз қажет? Біз қазақ хандарын жоқ дегенде Ақ Орданың негізін салушы Шыңғыс ханның немересі Орда еженнен бастауымыз керек. Сонда біз тарихымызды 1227 жылы Ақ Орда құрылған уақытпен есептеп, тағы 2 ғасырдай тереңдете аламыз. Ақ Орданы қазақ мемлекеті деп мойындату мен дәлелдеу басқалармен салыстырғанда әлде қайда жеңіл әрі қисынды. Қазақтар тәуелсіздікті ғасырлар бойы күтті. Әсіресе 16 желтоқсан күні әрдайым ата-бабамыз тәуелсіздікті ғасырлар бойы күтті деген сөз жиі айтылады. Бұл да негізсіз сөздердің бірі. Қазақ тәуелсіздікті ғасырлар бойы күткен жоқ. Ресейдің Қазақстан аумағын жаулап алуы өте ұзақ жылдарға созылды. 1822 жылғы Сібір қазақтарының жарғысы кезінде орта жүзде, 1824 жылы Орынбор қазақтардың жарғысы кезінде кіші жүзде хан билігі жойылса да, билік сұлтандардың қолында болды. Кейін Кенесары хан билікті қайта қалыптастырды. Тек 1867-68 жылдардағы Александр II реформасынан кейін ғана Ресей толықтай қазақ жерін жаулап алды. Сол кезде ғана сұлтандар биліктен ажырап, қазақ жерінің билігі Ресейден келген генерал-губернаторлардың қолына өтті. Сондықтан нағыз орыс билігі тек 1867-68 жылдардағы реформадан кейін ғана қалыптасты. Демек қазақтар 1868 жылдан 1991 жылға дейін 123 жыл ғана бодан болды. Ал ғасырлар бойы тәуелсіздікті күтті деп кем дегенде 203 жыл бодан болған халықтарға қатысты айтылады. Оған дейін ешбір халық біз білетін соңғы 5000 жылдық кезеңде қазақтарды толықтай басып ала алмаған. Тек қазақтардың бір тайпасы қазақтың басқа тайпасын басып алып отырған. Шығыс пен батыстағы қандай атақты басқыншылар мен империялар болса да олардың шекарасы Қазақстан аумағына жеткенде тоқтаған. Парсы патшасы Кир, грек патшасы Александр Македонский, Таң империясы, Цин империясы бәрі қазақтарды жаулай алмады. Қазақты жоям деген жоңғар жойылып, Қырам деген қалмақтар да қырылып қалды. Тек қазақтың өз ішінде үшке бөлініп, өзара ортақ келісімге келмеуі, биліктегі сұлтандардың біразы сатылуы Ресейге жол ашты. Соның өзінде 1730 жылдардан бастап қазақ жеріне көз тіккен Ресей тек 1868 жылы 150 жылға таяу уақытта ғана зеңбірек бекіністер соғып жаулай алды.
Ғасырлар бойы тәуелсіздік күттік деп үнді, грузин, армян секілді халықтар айтса жөні бөлек. Олар үнемі шетел басқыншыларына тап болып, шетел династияларының басқаруында күн кешті. Ал қазақтар ғасырлар бойы тәуелсіздікті аңсаған деген бос сөз. Қазақстан аумағын соңғы 5000 жыл ішінде 19 ғасырға дейін ешбір бөтен ұлт тұтастай жаулай алмаған. Қазақ жерін біріктірушілер. Кейбір адамдар Қазақстанды құрған Ленин, егер Ленин болмаса қазақтарды республика болып шекарасы қалыптаспас еді деп айтады. Бұны негізінен біздің көршілеріміз айтады. Шын мәнісінде қазақ мемлекетінің шекарасын қазіргі деңгейге жеткізген қазақтар болды. Ешбір халық мына жер бос жатыр екен, қазақтар ала салыңдар деп жерімізді ұлғайтпады. Жеріміздің әр метрі қазақ хандары мен батырларының басын өлімге тігіп, қан төгіп, жан аямай шайқасуларының негізінде бізге жетті. Қазақ жерін біріктіріп ұлғайтушылар арасында негізінен бірнеше адамдарды атап өтуге болады. Солардың біріншісі Хақназар хан. Хақназар хан 1538-1580 жылдар аралығында 42 жыл ел басқарды. Оның заманында қазақ тайпалары әр мемлекетте шашырап жатты. Алтын Орда мен Шағатай ұлысы ыдыраған соң, әрбір шыңғыс ұрпақтары жеке дара мемлекет құрып, ешқайсысы бір-бірінің билігін мойындап, ортақ ел құруға құлықсыз болды. Хақназар хан шашырап жатқан Жетісуда Моғолстан, батыста Ноғай ордасы, солтүстікте Сібір хандығын талқандау арқылы ол жақтағы қазақ тайпаларын қазақ хандығына қосты. Сонымен қатар ойраттарды талқандап шығыстағы шекараны ұлғайтты. Жаңа замандағы қазақ жерін қайта біріктірушілер Әлихан Бөкейханов пен Әлімхан Ермеков. Александр II құрған 1867-68 жылдардағы реформадан кейін бүкіл қазақ жері Ресей патшасының меншігі ретінде саналып, барлық жоғары лауазымдар Ресей бекіткен негізінен орыс болған генерал-губернаторлар мен уезд бастықтарына берілді. Қазақ сұлтандары орнынан алынып, жоғары биліктен ажырады. Сондай қазақ атауы жойылып, оларды барлық тараптан қасақана қырғыз деп атап, қазақ жері негізінен 3 генерал-губернаторлыққа бөлінді. Яғни қазақтар биліктен ажырап, жері жаппай шашылып, тіпті қазақ атауы жойылудың азақ алдында тұрды. 1917 жылы ақпан революциясынан кейін орыс патшасы тақтан ұшып, империяда қос өкімет билікке келді. Осы сәтті пайдаланған Әлихан Бөкейханов Алаш автономиясының негізін салды. Яғни Алаш автономиясы 1867-68 жылдар шашырап кеткен қазақ жерлерінің біраз бөлігін қайта біріктірді. Бірақ қызылдардың ақтарды талқандап билікке келуімен Алаш орда таратылды. Оның орнына 1920 жылы Қазақ АКСР құрылды. Жаңа республикалар құрылып жатқан кезде қазақтар немқұрайлы қараса көптеген жерден ажырап қалу қаупі туды. Осы сәтте Әлімхан Ермеков көзге түсті. Ол Мәскеуге қазақ мүддесін қорғау үшін тікелей Ленинге аттанды. Оның баяндамасына қарап қазақ жерлерін қайтарудың қиын болғандығын байқауға болады. Қазақ жерлерін қайтаруда орыстардың қарсылығын Әлімхан республикамыздың шекарасын айқындау жөніндегі комиссия отырысында мен Каспий теңізінің солтүстігіндегі бір версальдық жолақ деп аталатын аумақты жоғарыда айтылғандай Астрахан губерниясының қарамағынан шығарып, Қазақ республикасының шекарасына енгізу туралы ұсыныс жасадым. Бұл ұсыныс отырыста қатты қарсылық туғызды. Көптеген басшылар, соның ішінде Лежева, Брюханов және Астрахан губ исполкомының төрағасы, аты жөні есімде жоқ, қарсы шықты. Олар негізінен Каспийдің балығы мен Мәскеу халқының тамақтанатынын, елде азық-түлік тапшылығы қатты екенін алға тартты деп баяндады. Соған қарамастан, оның табанды дәлелдеулерінің нәтижесінде Қазақ АКСР құрамында Маңғыстау, Ақмола, Семей, Торғай, Орал облыстары және бұрын Астрахан губерниясы құрамында болған Каспий жағалаулары қайтарылды. Әлімхан Ермеков алаштық болатын, ал алаштықтар ақтармен одақтасты. Сондықтан қызылдардың басшысы Ленинге бару оңай шаруа емес етін. Бірақ сонда да қорықпастан Ленинге барып қазақ жерлерін қорғап шықты. Ленин ұлттық республикалардың құрылуын қолдаса да, ешкім жайдан-жай қазақтарға ұлан-ғайыр аумақты бере салайын деп отырған жоқ еді. Егер сол кезде Әлімхан Ермеков қазақ жерлерін қорғауға күш салмағанда, бүгінде батыс, шығыс және солтүстік Қазақстанның ауқымды бөлігі Ресей құрамында қалар еді. Қазақтардың бодандықты мойындауы. Әлі күнге дейін қазақтардың бір бөлігі Әбілхайырды Ресей бодандығын мойындап, қазақтардың тәуелсіздігіне қол сұққан адам ретінде қарастырады. Мен бұл жайында бұрында кеңірек тарихи дәлелдер келтірген болатынмын. Қысқаша айтқанда бұл бос сандырақ. Әдейілеп Кеңес одағы тұсында қазақтар бізге мұқтаж болған, олар өз еркімен бізді мойындаған деп көрсету үшін жасалған саясат. Кеңес одағы бізді өз еркімен орыс билігін мойындағандай етіп көрсетуге көп күш жұмсады. Сол үшін де атақты қазақ тарихшысы Ермұхан Бекмаханов
Кенесары жайында кітап жазғанда оны қудалап соттаған. Кенесары қазақтардың өз еркімен орыс билігін мойындамағанының жарқын көрінісі. Әбілқайырға тоқталатын болсақ, біріншіден әрбір хан бұйрық шығарғанда мөр басады. Әбілқайырдың хаттары табылды, бірақ оның ішіне бірде-бір біз Ресей билігін мойындаймыз немесе бізді империя құрамына қосыңыздар деген өтініш жоқ. Мөр басылған хат болмаса, қазақ өз еркімен Ресейге бодан болды деген әңгіменің бәрі бос сандырақ екенін білдіреді. Керісінше Әбілқайыр қазақ ешкімге жер бермейтінін білдіріп, Жайық өзені қашан сарқылып арнасы кеуіп қалғанша қазақтар оның бойынан кетпейді деп айтқан. Екіншіден, орыстардың қазақтардың бұлай өтініш айтудағы себебі жоңғар мен қалмақтан қорғану үшін болды деп түсіндіреді. Осы сәтте оларға қарымта сұрақ қойылуы тиіс. Қай жерде, қай орыстың әскері не қолбасшылары қазақтарға болысып, қазақтармен ортақ әскер құрып, жоңғарларға немесе қалмақтарға қарсы соғысты? Барлық қазақ жоңғар соғыстарында бірде-бір орыс әскері Ресей тарапынан көмекке келмеді. Керісінше, Ресей тарапы өте белсенді түрде қалмақ жоңғарларға қару сатып, оларды қазақтарға қарсы қойды. Мысалы, 1943 жылы Орбақ шайқасында Жәңгір хан ғажап жеңіске жеткен соң, Мәскеу мемлекеті жоңғарларға көптеген қару сатып, соның нәтижесінде кезекті қазақ-жоңғар шайқасында Жәңгір хан 1652 жылы қаза тапты. Петр I 18 ғасырдың басында қазақ-қалмақ соғыс кезінде қалмақтарға көмекке казактарды жіберіп, оларды қарумен қамтамасыз етті. Сондықтан орыстар бізді қолдаған жоқ, керісінше олар біздің жауларымызға қару сатып, әскер беріп бізге қарсы қолдады. Үшіншіден, 19 ғасырда қазақ қоғамында орыстарды шоқынғандар кәпірлер деген атаумен жиі атады. Сондықтан ұлы далада еркін жүрген мұсылман қазақтардың шоқынған кәпір деп санаған орыстарға өз еркімен бодан болды деуі ақылға қонымсыз. Қазақ атауы. Өкінішке орай әлі күнге дейін қазақтар қазақ ұлтының қалыптасуын қазақ хандығы құрылған кезеңмен есептейді. Бұл өрескел қателік. Мәселен, бұған дейін айтқанымдай, 1917 жылы Ресейдегі ақпан төңкерісінен кейін Әлихан Бөкейханов Алаш автономиясының негізін қалады. Ол Ресейде азамат соғысы ушығып, империя толық күйрей қалса, олардың ықпалынан шығып толыққанды тәуелсіз мемлекет құруды армандады. Егер сол кезеңде біз тәуелсіздікке қол жеткізсек, мемлекеттің атауы Алаш болып, бүгінде Қазақстан деп емес, Алаш Республикасы деп аталар едік, тиісінше халық та өзін Алаш деп атайтын еді. Алайда осы жағдай қазақ ұлтының қалыптасуына 100 жылдан астам уақыт болғанын білдірмейді. Сол сияқты 1465 жылы қазақ хандығының құрылуы да қазақ ұлты дәл сол жылы қалыптасты дегенді білдірмейді. Бұл оқиға тек қазақ мемлекеттігінің жаңа кезең ретінде қарастырылуы тиіс, ал ұлттың қалыптасу үдерісі бұдан әлдеқайда ертерек басталған. Қытайлар өз тарихын ресми түрде біздің заманымыздан бұрын 201 жылдан бастайды. Ал өз ішінде ұлттық насихаттық түсінік бойынша олар өз тарихын 5000 жылға таяу деп есептейді, және ең алғашқы Қытай мемлекеті мен патшасы Хуанди императордың заманы, яғни біздің заманымыздан бұрын 2700 жыл деп қарастырады. Шын мәнісінде Хуанди патша заманына тән ешбір жазба дерек немесе археологиялық айғақтар табылмады. Бұл жердегі басты мән беретін жағдай, олар қанша жерден тарихымыз ежелгі деп санаса да, ол мемлекеттердің атауы Хань, Сун, Цин секілді әртүрлі аталды. Дәл қазіргі Қытай атауымен 5000 жыл аталып келген жоқ. Сол секілді парсылар да, кәрістер де өз тарихын көне заманнан іздейді. Атаулары қазіргі мемлекет атауына ұқсамайтын мемлекеттерді біздің аталарымыз деп санайды. Сондықтан бізде ұлт болып қалыптастық деп, мұнда пайда болған қазақ хандығынан емес, атауы қазіргі қазақ тайпаларынан бастау алатын 2000 жылдан асатын көшпенді мемлекеттерден іздеуіміз қажет. Оның өзі бер жағы. Арғысы шамаймен біздің заманымыздан бұрын 2000 жыл бұрын, яғни 4000 жыл бұрын пайда болған арыс және андрондықтардан бастауымыз керек. Бұл халықтардың көшпенді болуы, кейбірдің генетикасы қазіргі қазақтарға ұқсас болуы анық дәлелдер. Біздегі бұл ежелгі тарих Қытайдың Хуанди патшасы секілді ешқандай археологиядан дәлелденбеген аңыз емес, нақты археологиялық қазбалар табылып зерттелген. Осындай дәлелдерді келтіре отырып, біз өте оңай тарихымызды қалыптастыра аламыз. Бұл жағдайға екі шарт орындалғанда ғана жете аламыз. Біріншісі, біздің тарихты үнемі жоққа шығарып мойындамайтын Ресейдің қысымы тоқтаса, екіншісі, біздегі билік өз тарихын қалыптастыруды көздеп, тиісті бұйрықтар берсе, біздегі барлық тарихи мәселе шешіліп, бүкіл түркі әлемінде ең ежелгі халыққа айналамыз.